Сәлем достар, мен Алға ауданы Есет Батыр атындағы мектеп-бақшаның 5-ші сынып оқушысы Қуанбекова Әсеммін. Мен бүгін отбасымдағы мамандықтарды айтып беремін. Менің отбасым еңбекқор жандардан құралған шағын ғана, бірақ өте тату ұжым. Әрқайсысының өз мамандығы, өз орны, өз жауапкершілігі бар. Әкем өрт сөндіруші, ол нағыз батыр мамандық иесі. Әкем адамдардың өмірін құтқарып, тілсіз жаумен күреседі. Бұл мамандық үлкен ерлік пен батылдықты қажет етеді. Мен әкеммен мақтанамын. Әке, сенің жұмысың неден тұрады? Мен өрт болған жерге барып, өрт сөндіремін. Өрт саласында жұмыс істеймін. Менің атам механик-машинист, ол техниканың тілін түсінетін темірден түйген шебер жан. Атам пойыз немесе басқа да ауыр техникаларды жүргізіп, олардың дұрыс жұмыс істеуін қадағалайды. Бұл мамандық үлкен жауапкершілікті, дәлдік пен төзімділікті талап етеді. Мен атамды батыл әрі еңбекқор адам ретінде құрметтеймін. Ата, сен қандай мамандық иесі болдың? Механик оқуын бітіріп 76 жылы бөлді ауылында. Осы совхозда, біздің Максимовский совхозында 22 жыл механик, бригадир болып істедім. Әжем жанармай құю бекетінде сафращик болып жұмыс істейді. Ол жүргізушілерге қызмет көрсетіп, көліктерге жанармай құяды. Әжем өз ісіне мұқият, адамдармен сыпайы қарым-қатынас жасайды. Оның еңбегі де өте маңызды, себебі көлік қозғалысы жанармайсыз мүмкін емес. Әже, сен қандай қызмет атқардың? Мен машиналарға жанармай құйып, жүргізушілерге осылай қызмет еттім. Бұл жұмыс қиын болды ма? Оңай болған жоқ. Ауа райының қолайсыздығына қарамай далада жүргізушілерге қызмет еттім. Осы мамандық бойынша неше жыл жұмыс істедіңіз? 76 жылы оқу бітіріп, 22 жыл 98 жылға дейін істедім. Механик болдым, бригадир болдым. 98-ден бастап Теңгез несінде, кешенінде слесарь болып істедім. 20 жыл болды. Мен осы совхозда 20 жыл қызмет еттім, жұмыс істедім. Ана мектеп психологы, ол оқушыларға психологиялық қолдау көрсетіп, олардың көңіл күйін түсінуге көмектеседі. Ана мейірімді, сабырлы, әр баланың жүрегіне жол таба біледі. Анашым, маған қандай психология кеңес бересіз? Өзіңе әрқашан сенімді бол, сабырлы бол және өз ойыңды айтуға қысылма. Ал апам университеттегі дефектолог мамандығына оқып жүр. Болашақта ерекше білімді қажет ететін балаларға көмектескісі келеді. Бұл үлкен жүректі, жанашырлықты талап ететін мамандық. Мен өз отбасымдағы әр мамандықты құрметтеймін. Болашақта мен де өз мамандығымды таңдап елімізге пайда тигізетін азамат болғым келеді.